Түркістан қаласындағы Олимпик центр спорт кешенінде Сидней олимпиадасының жеңімпазы Барыс орденінің ең бірінші иегері Бекзат Саттархановты еске алуға арналған жастар арасындағы бокстан 20-шы халықаралық турнир басталды. Дүбірлі сынға Қытай, Қырғыз Республикасы, Өзбекстан, Тәжікстан және Йемен мемлекеттерімен еліміздің барлық өңірінен 160-ға жуық спортшы келді. Турнирдің ашылу салтанатында Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды қатысушылар мен спорт жанкүйерлерін құттықтады. Бокстан жастар арасындағы бұл жарыс өңірімізде 20-шы рет өткелі жатыр. Спорт деген жалпы жастарымызды қайсарлыққа тәрбиелейді. Еліміз өз тәуелсіздігін алғалы бері боксшыларымыз халықаралық ареналарда көк туымызды желбіретіп жүр. Олимпиада ойындары мен әлем және Азия чемпионаттары топ жарды. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев спорт саласына үнемі қолдап келеді. Түркістан облысында да спорт саласына үлкен мән беріп, спорт нысандары салынуда. Қазіргі уақытта Түркістан қаласында Бекзат Саттарханов атындағы спорт кешені салынып жатыр. Ол келесі жылы тапсырысқа беріледі. Сондай-ақ мұз сарайы және еске кесу каналдары салынуда. Одан басқа да көптеген осы спорт нысандары салынады. Жарысқа қатысушы боксшыларға сәттілік тілеймін. Шаршы алаңда тек мықтылар жеңіске жете берсін. Бокстан олимпиада чемпионы Бекзат Саттархановты еске алуға арналған 20-шы халықаралық турнирді ашық деп жариялаймын. Бекзаттың анасы Сырлыкүл Саттарханова, олимпиада чемпиондары Ермахан Ибраимов пен Серік Сапиев те құттықтау сөз сөйлеп, жас спортшыларға сәттілік тіледі. Жарысқа Бекзаттың спорт саласындағы әріптестері мен достары, еліміздегі бокс спортының майталмандары, кейінгі буын чемпиондары арнайы келіп жастардың деңгейін саралауда. Барлықтары да осы елдің көк жалауын әлемге желбіретіп, менің елім, менің қазағым, менің жерім деп жүректерінде от жалын болып, лаулап жанған ұлдар айналайын. Сіздерге келгендеріңізге мен шын жүрегімнен алғысымды айтамын. Ал енді мынау келіп жатқан жаттықтырушылар айналайын, мынау спортшы ұлдарым, бүгін мынау сайысқа түсіп бастадыңыздар. Сіздерге мен ақжол тілеймін, сәттілік тілеймін. Жарыста 2004-2005 жылдары туған жастар 13 салмақ дәрежесінде жүлделерді сарапқа салып жатыр. Жарыс жеңімпазы атанған спортшыға Қазақстан Республикасының спорт шебері спорттық атағы беріледі. Турнир 16 қазанға дейін жалғасады. Айта өтейік, Түркістан облысында 8 облыстық, 18 қалалық және 7 аудандық спорт мектептерінде бокс бөлімдері жұмыс істейді. Онда 252 жаттықтырушы 6277 спортшыны сайыстарға дайындап келеді. Лаура Бақытжанқызы, Гүлмира Саржанова, ақпарат.